Сәлем баршаңызға. Бүгін құрамы 2 заттан тұратын мороженое, яғни балмұздақ жасайтын боламыз. Тура дүкендегідей болып шығады. Дәмі енді керемет. Жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен осындай лактель сүтін пайдаландым. Кез келген сүтті пайдалансаңыздар болады, немесе сүттің орнына су пайдалануға да болады. Сүтімізді шұңғылдау ыдысымызға құйып аламыз. Дүкендерде осындай мороженеға арналған ұнтақтар сатылады. Түрлі дәммен болады. Мен клубника түрін пайдаландым. Ұнтағымызды сүттің үстіне салып, барлығын миксерлейміз. Миксеріміздің жылдамдығын жай жылдамдықтан бастап, үлкен жылдамдыққа дейін өсіреміз. Біздің кішкентай ғана массамыз осында 2 есеге үлкейеді. Дайын болған массамызды осылай ыдысқа салып, бетін тегістеп, морозильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Менде 4 сағат уақыт өтті, мороженеміз дайын болды. Мен осындай мороженеға арналған қасық пайдаландым. Сіздерде бұндай қасық болмаса, ас қасық пайдалансаңыздар болады. Барлығын әдемілеп ыдысымызға салып аламыз. Мінекей біздің мороженеларымыз дайын болды. Дәмі деген керемет болып шықты. Дүкендегі мороженеден ешқандай кемшілігі жоқ. Жасап көріңіздер. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Жасап көруге кеңес берем. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.